Stand-up komik Miko, hürmet, hoşemet. Mirambe. Assalamualaikum. Instagram'da tanısайық деп таргеттен шығатын орыс қатындар шашатты. Досым туған күніңмен дегеннен кейін бір орыс апа айтып шығады ғой. Екі қолын қайшылап орындықта отырады. Ерінің лифтемі розовый, шашының жанын еденшікмен қырған былай. Челкасы былай түсіп тұрады күтті. Может, знакомимся? Ты дома один дейді. Қайдан біледі солар үйден жалғыз. Сондайлар мен әйелім жұмыста болған кезде шығады маған обязательно. Байқайсың ба, бірақ орыс әйелдер, сол орыс әйелдер 5 секунд болсын қаратады ғой өзіне. Историяны құттай жібермей ұстап отырсың ғой. Подробнее басқың келіп, подробнее басқан анкета шығады үшін. Күшті да, бірақ андай орыс қыздар негізі қайсысы қызы, қайсысы мамасы екенін айыра алмайсың ғой. Бірақ сасиды. Жалпы дос балдарымыздың арасында басына бәле іздеп жүретін, қыш жуғанбайтын дос балдарымыз болады мысалы. Соткасын қазақ туалетін тесігіне түсіріп алатын, мойнындағы безеуін сығып отырып, анаң безі шошып, операция жасатады келесі күні. Кешке қарай жиын забавы дейтін шағулар болады ғой. Соны қабығымен жиып отырып, соқыршек болып қалады келесі күні. Сосын мынандай турникке тартыламын деп, турниктің үстіне мініп, екі аяғымен аударылып, аунайын деген кезде грейші болып қалады, қалтасын жырып. Сосын Қазақстанның бүкіл банкінде счеттары аресте жататын балдардың өмірге деген сүйіспеншілігі мықты болады, байқайсың ба? Қалай сонда деп сұрасаң, банктерге 10 миллион қарызым бар, зайымдарға бір 5 миллион қарызым бар, сосын адамдарға налым бір 5 миллион қарызым бар. Вообще қосқанда 20 миллион қарызым бар, жүр обедчик кетекші дейді. Қалай? Уайымдамайсың ба сен сонда? Біз қасқа научный бұрғылар жасамай қалса түңгілеміз ғой өмірде. Қиындатып. Мен мысалы 20 миллион қарызым болса, мен Абылязовтың қасында ма жүретін сияқтымын қашып. Польшада бір сасыған қатын ішінде жататын сияқтымын тықылып. Сосын мынандай балдар обязательно болады. Бір борщ ішуге апарасың бір доспаңды. Аузының екі жағын майланып отырады. Именно сондай балдар ақкөлек киіп барады сондай кезде. Шашырады, тамызып, қып-қызыл қылып ақкөлегін. Капусталар жатады алдында. Сосын неге ақ серый шалбалдарды семіз балдар кетіп постоянно. Бұт жағын қоңырайтып оны. Қасына дос балдар айтпай ма сонда? Мысалы келмейді, кішкене темный лауги. Артынан қарағанда не очень болып тұр, қыздар қарайды деп айтпай ма сонда балдар, дос балдар сендердің? Сосын телефон зарядке қойып өмір алмайтын балдар болады ғой. Тығатта өзі кетеді, шаруа жасап, ана жақта жүреді, шөп шауып, дос баласына барып, ананың жарылған күтеме бірдеме. Жарылып, үйі өртеніп, сборы ашылып, ойдан үй алғысы келеді ана балдар. Или зарядкасын 101 қылғысы келе ма, мен білмеймін. Жалпы мен Атыраудікімін, жасым 25-те, бірақ Оралға күйеу боламын. Мысалы Жаңғалаң қызын алып отырмын. Жаңғалаға күйеу боламын. Байқайсың ба, қайын жұтқа барған кезде тәлтіректеп өзің. Қазынды болып өзің, шай айтып кетесің. Не айтарыңды білмей, қайнағаларың шыққанда.
кеше ғана тілің шығып ана бір 2 сағат бұрын папа деп айтқан балдар ұқсап өзің қуып кетесің ғой. Қолыңа бірдеңе ұстатып кетсең, не анау? Құман ба? Тазик та қасындағы. Деп тұсау кеше кесілген балдар ұқсап өзің. Сондай кезде, мысалы, сол дейтін дұрыс мысалы. Мысалы, маған әкем сондай тәрбие берді. Қайын жұрт дейтін өзі сұсты, кішкене болсын сескену керек ол тәрбие берді. Мысалы, бізде Атырауда сондай. Индерде Кулагинде. Сосын, мысалы, кейбір қазбалдар болады, бірақ қайнатасына прикол тығып тұрады. Қайреке деп қуып тұрады өзіміз. Упор көрмей ана. Сосын байқайсыңдар ма? Әйелің қайын жұртына Түркіне барғанда өзгеріп кетеді ғой. Анда біз бардық Түркіне қайын жұртқа. Тұршиш нағуатсың. Папалары жүре ма сонда? Нағуатсың сен? Еркектігіңді осындайда көрсетшіш. Мен еркектігімді басқа жерде көрсетем. Түнде. Неге мен мысалы ол жерде көрсетем? Ана үйде отағасы шай шашап түс ба дегенде анаяққа барғанда ішінен бір жымпитынның баласы оянады. Жағы, отағасы дейтінде свистуын қаранғасын шешіп кетеді бейді. Деп сол жерге тастайды оралдың кіребесіне. Менде осы, рахмет.